жүздеген жылдар уақыт өтсе де мына Касимовты Мәскеу қанша күшейсе де өзінің құрамына қосып алмайды. Неге? Осы туралы айтатын боламыз қазір. Қараңыздар, мына 1460 жылғы карта әлемнің. Қазір мен 10 жылдықтар бойынша жылжытамын. Қараңыздаршы. Айналасындағы князьдіктерді бірінен кейін бірін жұтып жатқан Мәскеу кішкентай ғана Касимов хандығын өз құрамына қоспайды. Қараңыздаршы. Қазан, Қырым жоқ болып кетсе де, тіпті Қырымның қанша жерін жаулап алса да Қазан жоқ болып кетті, көріп отырсыздар. Қараңыздар. Бірақ Касимов дейтін, мына Касимов әлі бар. Неге? Ресей қанша күшейсе де, неге бұл хандықты? Қараңыздар, қазір Сібір жоқ болып кетеді. Сібірдің өзін жұтып қойды. Бірақ мына Касимов әлі де Ресейдің құрамына қосылған жоқ, қараңыздар. Қараңыздар. Ешқандай өзгеріс жоқ. Бұл Касимов хандығын қазақтың сұлтаны Ораз Мұхаммед дейтін қазақ ханзадасы осы Касимовты билеген. Орыстарға тұтқынға түсіп, кейіннен осы Касимовтың тағына отырады. Бұл туралы былай айтуға болады. Мына Қасым хандығы қалай пайда болды? Бұны немесе әдебиеттерде орысша Касимов деп атайды, татарша хан Керман деп аталады. Бұл Алтын Орда ханы кейіннен Қазан хандығының негізін салушы Ұлық Мұхаммед қайтыс болғаннан кейін, яғни шамамен 1446 жылы елде таққа талас басталады. Оның ұлдарының бірі Қасым деген адам Мәскеу князіне қызметке тұруға мәжбүр болады. Қызметі үшін оған мына князь 3 Иван 1452 жылдардың шамасында өз атымен аталатын қала салуға рұқсат береді. Міне, Касимов дейтін хандық осылай пайда болады. Яғни Қазан хандығында таққа талас болады. Одан сол Ұлық Мұхаммедтің балаларының бірі Қасым дейтін адам Мәскеудің қызметіне тұрады, және 3 Иван осы қызметі үшін оған қала салуға рұқсат береді. Бұл 1452 жыл. Қазір картаны 100 жыл кері жылжытамын. 1530-ға қоямын. Қараңыздар, 1530. Қараңыздар, Мәскеудің кезеңіне қоямын. 1450. Мына жерде Қасымов дейтін хандық жоқ. Көріп тұрсыздар, аймақ болғанмен. Қазір осы жерде 1452-ге қоямын. 51, 52. Міне қараңыздар. Касимов дейтін жеке хандық пайда болды. 1469 жылы Қасым қайтыс болғаннан кейін иелік ұлы Даниярға өтеді. 1486-1512 жылдар аралығында Қасым хандығын Герей әулетінен шыққан Мәскеу билеушілеріне қызметке тұрған Нұрдәулет пен оның ұлдары сатылған және Жанай басқарады. Нұрдәулет дейтінді білесіздер, Қырым хандығында таққа таласа жеңіліп Мәскеуге қашып барады. Осы Нұрдәулет және оның ұлдары басқарады мына Касимовты. 1512-1516 жылдары хандықта Алтын Орданың екінші бір ханы болған Кіші Мұхаммедтің немересі Шейх Алияр 1616-1667 жылдар оның кәмелетке толмаған ұлы Шейх Әли билік құрады. Мәскеу билеушілері оны бірнеше рет Қазан хандығының тағына да отырғызады. Мына Қазан хандығының тағына отырғызады. Ол Қазанда билік жүргізген уақыттары Қасым хандығын інісі Жанали басқарады. Шейх Әлидің ұлы болған жоқ, сондықтан таққа Алтын Орданың соңғы ханы Ахметтің шөбересі Сайын Болат отырады. 1573 жылы ол шоқынып Симеон деген атпен Мәскеуге келіп, Иван Грознийдан бүкіл Ресей патшасы деген атақ алады. Міне осы Қасым хандығында шамамен 1605-1610 жылдары Қасым хандығын жеке мемлекет етуге ұмтылған ол қазақ ханзадасы Ораз Мұхаммед болатын. Қазір 1605 жылға қоямын картаны. 1552-1652. Қазір картаны кері жылжытам. 1632, 1622, 1612, 1602. Міне Мәскеуде бұл уақыттары не болып жатыр? Дүрбелең уақыттар. Міне Мәскеудің қаншама жерлерін, Ресейдің қаншама жерін Речь Посполита жаулап алған. Яғни поляктар мен литвалықтар. Біздің қазақ ханзадасы Ораз Мұхаммед осы Касимовта билік жүргізеді. Бірақ 1610 жылы ол өлтіріледі. Ораз Мұхаммед өлтірілгеннен кейін билікке Көшім ханның немересі Арслан және оның ұлы Сейіт Бұрхан келеді. Сейіт Бұрхан деген адам 1653-55 жылы шоқынып Василий деген ат алады, бірақ тақтан түспейді. Осылайша Қасым хандығы халықты күштеп шоқындыра бастайды. Жергілікті халық шоқынудан бас тартып, тіпті миссионерлерді өлтіреді. Бірақ соңғы ханның тұсынан бастап бүкіл билік орыс воеводаларының қолына көшеді. Василий, яғни Сейіт Бұрхан хан өлгеннен кейін Қасым хандығын 1681 жылға дейін ханның шешесі
Фатима сұлтан басқарады. Осыдан кейін хандық жойылып воеводаға айналады. Яғни 1681 жылдардан кейін 1708 жылы Қазан, 1767 жылдар Рязань губернияларына қарайтын уезд болып қалады. Мынау қазір қараңыздар, 1700-ге қоямын, 1713 қараңыздар, жоқ Касимов дейтін. Бұл бір уезге айналып шыға келді. Бір уақыттары түркі хандықтарынан қашып келген сұлтандар, хандар басқарған Касимов кейіннен осылай алып Ресей империясының бір уезіне айналып шыға келеді.